Ассалаумағалейкум, Ордабасы Темірлан тұрғындары. Темірлан деген арқаныңмен іргелес біздің осындай жеріміз бар. Осы жерге қазір біз 1,5 гектарға дарбыз егіп жатырмыз. Біз дарбызға ешқандай селитра, карбамид, амофос, ондай тыңайтқыштар бермейміз, химиялық. Ондайдан аулақпыз. Өйткені біз өзіміз жейміз бұны, өзіміз тұтынамыз, сатамыз. Ағайын, туыс, жекжат соларға сатамыз. Оларға ешқандай зиянды өнім сатқымыз келмейді. Бұл жерді өзіміз қорғамасақ, біз бұл жерді ешкім қорғамайды. Сондықтан да біздің істеп жатқан ісімізді кішкене айта кетейін. Яғни компост деген тыңайтқыш бар. Компост деген малдың көңімен шөпті шірітіп ферментация арқылы дайындалатын тыңайтқыш. Биогумус және бізде биогумус бар. Биогумус деген ол малдың көңін шұбалшанға жегізіп, сол асқазан арқылы шығаратын қара топырақ. Біз бірінші мына арқа компост сүйіп шықтық. Арқа. Ертең суарған кезде осы компост тыңайтқыш жерге сіңіп, жақсы жерді құнарландырады. Екіншіден, әр ұяшыққа ұяшыққа, дарбыздың ұяшықтарына биогумус салып кетіп баратырмыз мына. Мынау биогумус. Шұбалшаның асқазан арқылы шыққан қара топырақ. Артынан ондай шірінді компост деген. Қазір сәл көрінбей қалған шығар мына. Осы компосттың биогумустың үстінен осыны саламыз да, үстінен топырақ салып араластырып жібереміз. Сөйтеміз де суғарып, намға дарбызды егеміз. Негізі осылай жасаңыздар сіздерде. Өзімізге де, халқымызға да үлкен пайдасы тиеді. Адамдар ауырмайды, таза органикалық тыңайтқышпен өскен жеміс жидек жеп, өздеріне пайдалы витаминдерді алады.